Сәлем достар, сіздер мен Let's Cook KZ арнасы. Бүгін уақыт тығыз болып тез-тез тамақ пісіру керек кезде өзімнің палочка-выручалочка рецептімен бөлісемін. Рецепт қызық болса, оны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен алдын ала жуылған тауық етін мінекей осылайша ортасынан кесіп дайындап аламыз. Одан кейін барлығын тегістеп, бетіне пищевая пленка немесе мен секілді пакет жауып, оқтаумен ұрғылаймыз, яғни біздер етті жұмсартып, жұқартып алуымыз керек. Келесі кезекте етті мінекей осылайша шанышқымен тесіп шығамыз, сол кезде тұз бен дәмдеуіштер жақсы сіңеді. Енді өздеріңіз көріп тұрғандарыңызда етті тұздап, бұрыштап аламыз. Және тұз бен бұрыш жақсы сіңуі үшін қолымызбен осылай ысқылап етке жағамыз. Ал қазір етті екінші жағына аударып, дәл жаңағы істегендерімізді қайталаймыз. Осымен ет дайын достар, енді оны формаға немесе противеньге салып шығамыз. Ет құрғақ емес, яғни сочный болу үшін оның үстінен міндетті түрде орташа етіп туралған қызанақты қоямыз. Ал қазір арнайы соус дайындаймыз. Ол үшін 2 ас қасық қаймаққа дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка және ұнтақталған сарымсақ қосып араластырып аламыз. Осымен соус дайын достар, енді осыны қызанақтың үстінен бір келкі етіп жағып шығамыз. Бұл тағамды алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште шамамен 25-30 минуттай пісіру керек. Пісуіне 3-4 минут қалғанда бетіне ірімшік сеуіп, ол ерігенше тағы пешке саламыз. Осымен тағам дайын достар, қарапайым және өте оңай дайындалатынына қарамастан дәмі керемет, шынымен ауызда еритін ерекше ас. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Достар, рецепт үшін алғыс айтқыларыңыз келсе, онда оның ең жақсы жолы шын жүректеріңізден шыққан лайк және комментарий қалдыру. Әрине, достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.